Қалайсыңдар? Бүгін 41-ші күн. Мен 41-ші күн, 39, 38, 37, 36 деп айтып жатырмын да. Бірақ байқамаппын, как далеко я зашел деген. Потому что менің рекордым 71 күндік челленджде, 72 күндік челленджде 32-ші күн болған максимум мен барғаным. Ал бұл жерде мен 32-дің өзімнің рекордымды асып кетіп 41-ші күнге келгенмін. И мына дастархан басында айтып отырды да, челлендж туралы сөйлесіп отырдық. И үйдегі бала айтады да, сен уже мақтанатын неге келдің ғой, прям дәрежеге, нәтижеге дейді да. Бүйтіп қойған түрінде, уже нешінші 50-ші күн дейсің ба дейді. Жоқ, 41 деймін ғой. Мә вот ол 41-ші күн дегеннің өзі қандай деп айтып отыр да. И мен содан кейін барып ойланып кеттім, что оказывается мен кәдімгідей кетіп бара жатыр екенмін ғой деген сияқты. И маған кәдімгідей әдет болып қалған ғой ол нәрсе. Видео түсіру, кітап тыңдау, жүру, прогулка, бұл прогулка болса тренировка. Главное бұл жерде іс-қимыл, вообще іс-әрекет жасау да. И соны өзім жаңа кайфовать етіп жатырмын да, мен нормально кеттім ғой негізі. Енді главное осы әдеттен айырылмау, потому что мен оны тастап кету үшін, яғни 85 күн тек қана жасау үшін емес, негізі челлендж өмір бақи ғой. Өмірдің өзі бір сынақ қой. Вот сол нәрсе. Бүгінгі просто соны айтқым келіп тұр да. И что, оказывается, 42-ші күнге жетіппіз. Негізі былай 52 ғой, бірақ 10 күн демей қадап қалдым ғой мен. Дальше, ладно, не суть, да. Бүгінгі айтатын нәрсе, айтадым ғой, мен уже 42-ші күнге келіппін ғой, 41-ші күнге келіппін ғой деп да. Сол жерде, бұл жерде ең маңызды нәрсе, мынандай нәрседен қорықпау керек. Көп жасап қойдым дегеннен қорықпау керек. Мен көп күн уже істеп қойдым деп қорықпау керек. Яғни мен челленджда 42-ші күн келдім ғой. Если мен өзімді мен көп жасап қойдым болып жарайды депсем, мен жеңіліп қалам, бұл жерде тоқтап қалам. Дальше мен бармай қалам да. Сол нәрсе бар. Когда сен бір нәрсе, бір фокус қойдың бір мақсатқа да, и сен жұмыс жасап жатсың, всегда вообще қорықпау керек. Что мен көп жасап қойдым, целіме баратындай. Өз мақсатыма жететіндей көп жасап қойдым, қорықпау керек вообще. Кейбірде сондай страхтар болады, мен көп жасап қойдым да, өзін аяп бастайды да, аяғаннан кейін сен, яғни болды, сен сразу режим андай болып кетеді. Режим безделие болып кетеді. Сен оны жасамай кетесің. Сен потому что ішінде ойлайтын, мен көп жұмыс жасап қойдым. Ондай болмайды, көп жұмыс жасап қойдым, маған демалу керек деген сияқты. Ондай нәрсе негіз болмайды. Всегда постоянно жұмысқа қайта оралу керек, Сен, мен өзімді бүйтіп ойлаймын да, если демалып қойсаң, сен қайта жұмыс жасауға, если көп демалып қойсаң, қайта жұмыс жасауға сенде энергия табылмай қалуы мүмкін. Есть риск сондай. Сол үшін постоянно жұмысқа и всегда өзіңді тонуста таптыру үшін никогда көп жұмыс істеп қойдың деп ойламау керек. Жұмыс жасай беру керек. Потому что жұмыс деген кезде прям қинап пақат ету емес. Жұмыстардан бөлінеді ғой. Именно в любом случае сенің қойған мақсатыңа жасалатын жұмыстар болу керек. Просто так жұмыс емес, біреуге нету емес, біреудің жұмысын жасау емес. Сенің ең басында қойған мақсатыңа апаратын жұмыстар жасау керек. Яғни нәтижеге әкелетін жұмыс жасау керек. Сол жұмысқа, всегда жұмысқа қайта оралу керек. Көп демалмау керек. Бір күн ба максимум болды. Екінші күн тағы да жұмысқа оралу керек. Сен ойлайсың, что демалсам күштіреп, негізі сен жұмыс істеген кезде кайфовать етесің, жұмыс істеген кезде сен бодрысың, жұмыс істеген кезде сен более настроениең жақсы болып тұрады всегда. И жұмыстың кезінде сен іс-әрекет, негізі вселенная бар емес пе, әлем, физика заңына қарасаңдар да, неге жылдам қозғалатын объектке уақыт жай өтеді. Сондай не бар ғой? Қаншалықты сен жылдамдығын артады, сен соншалықты уақыт саған баяу өтеді. Вот сондай нәрсе бар физика заңында, если білсеңдер. И сен когда всегда вселенная скорость жақсы көреді, жылдамдықты қатты жақсы көреді. Сол үшін сен всегда жылдамдықпен іс-әрекет жасауың керек. Сен всегда в движении болуың керек. Вселенная мынандай тұрып тұратын нәрсені жақсы көрмейді. Всегда іс-қимылда жүретін, всегда қозғалып тұратын и жылдамдықпен қозғалып жатқан нәрселерді, сол объекттерді жақсы көреді. И сол үшін да неге просто жататын адамға уақыт тез өтіп кетті, уже кеш болды ма деп жатады. Ал кім таң атпай тұрып шаруа істеген кезде уақыт өтіп болмайды, потому что сен всегда движениесің, сен ерте тұрдың, күнмен бірге тұрдың, күнді бірге бастадың, сен іс-әрекеттесің, сен жұмыс жасаватсың, сен қимылдаватсың, яғни күнмен бірге жүріп,
бірге қимылдық қандай сен ойлайсың мә сағат тек қана 9 болды или 10 болды мен уже қанша шаруа істеп тастадым. А сен 12-де тұрсаң, яғни кеш тұрдың, сен баяусың ғой, сен баяу болған сайын саған уақытта тез кетеді, потому что сен баяусың. Ал егер сен тез болып жүрсең, мә сен көп шаруа болып бітіресің да, и саған как будто кажется, что уақыт сенде көп. Саған мә әлі қанша шаруа бар, уже мен істеп тастадым, біразын қанша істеп тастадым деген сияқты ойлайсың. И сол үшін айтады, мә сен қалай успешный адамдан сұрайды ғой, сен қалай бәріне үлгересің, Илон Маск, сен қалай бәріне үлгересің, Стив Джобс, сен қалай бәріне үлгересің. Осылай менде 24 сағат, дәл сүннеттің 24 сағат. Просто мен ерте тұрамын, мен ерте жасаймын, мен қимылдаймын, мен всегда осылай істеймін деген сияқты. Сол нәрселерді бәрін айтады. Адамдарға кім неге олар сөйтіп таңғалып сұрайды, сен қалай уақыт қайдан табасың, мә сенде как будто 25 сағат бар сияқты деп айтады ғой. Вот сол нәрсе, потому что олар всегда в движении, олар жатпайды, диванда жатпайды, кроватьта жатпайды, просто жатпайды, іс-әрекетсіз жатпайды. Сол үшін оларда уақыт көбірек, потому что олар всегда движение, всегда жылдамдықта, всегда бір определенный бір жылдамдықпен жүріп келе жатыр бұл өмірде. Сол үшін оларда как будто уақыт көп, но уақыт бір уақыт бәрінде, но жай қимылдайтын адамдарда уақыт всегда аз болады. Ал всегда іс-әрекет жасайтын адамдарда уақыт всегда көп болады, потому что олар көп нәрсе үлгереді и көп нәрсе жасайды. Көп нәрсе жасаған сайын сенде уақыт та көп болады. 41-ші күннің айтатын идеясы, инсайты осы, мен алған инсайт осы, что ерте тұрып, ерте қимылдап, көп әрекет жасасаң, сенің уақытында көп болады. Ал егер сен бүйтіп жауыз ет, бүйтіп мен болмай жатыр ма, үкімет, анау айта берсең, сен уақытың сен одан сайын азая береді. Вообще парадокс сияқты ғой, наоборот, сен жай жүрсең, уақытың жай жүру керек қой, неге сен тез кетті, қалай кеш болғанын білмей қаласың. Ал бұл жерде сен движение болсаң, сен движение болған кезде де білмей қалуың мүмкін, қалай кеш болғанын. Но білмей қалғанның өзінде сені ана адаммен салыстырған кезде сен көп шаруа бітірдің да, и саған как будто сол күнің оның 5 күнде жасайтын шаруасын сен бір күнде істеп тастадың да. Түсіндің ба? Вот сонда бүгін 41-ші күннің идеясы осы. Сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Бұл әңгімелердің барлығын естіп, тек қана кайфовать етіп емес, сол нәрсені главное жасап көріңдер, түйіп алыңдар, түсініп алыңдар, тек қана біліп емес. И дамуды тоқтатпаңдар. 41-ші күн. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit. And I'm gonna айтпақшы, каналға тіркеліп кет, сестренкаларыңа бөлісті, жібер, потому что дамитын орта всегда керек болады. Давайте. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me.